Армысыздар қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Осы жаңа жылдың алдында кешкісін үйге бара жатқан кезде автобуста бір жағдай болған. Мен соны айтам деп жүріп, ұмытып кеттім. Қазір есіме түсіп жатыр, айта салайын. Барынша репост жасаңыздар, барынша мынау автобус жүргізушілері болса, таныстарыңыз жіберіп қойыңыздар. Кешкісін жұмыстан кейін үйге қайтып бара жатқанмын. Жаңа жыл алдын қар аралас жаңбыр көп жауды ғой, бізде қыс айлары болса да жаңбыр аралас жауып тұрды қар. Енді күн суық болып тұрды. Кешкісін сол күні ерте қайттым жұмыстан. Бізде мектептен 500 метр аралық қашықтықта остановкада балалар тұр екен. 4-5 сыныптың балалары болу керек, бір 3 бала тұр, ұл бала. Жаңағы автобус сол остановкадан тоқтамай кетеді. Сөйтіп біз айқайлаймыз, неге алмайсыз? Анау балалар қалып кетті ғой, далада қар жауып тұр деп айқайлап жатырмыз. Білесіз ба, водитель не деп айтқанын? Олар бала дейді, олар ақша төлемейді дейді. Мынау деген хайуандықтың шегі ғой, шегі. Білмеймін, шырқау шегі шығар, мынау иттіктің шырқау шегі шығар. Мейірім деген қайда қалды, мұсылмандық деген, адамгершілік деген қайда қалды? Құрттай балалар ғой, аналар мектептен шығып тұр, қараңғы дала деген, жаңбыр қар аралас жауып тұр. Қанша төлейді солар оңаймен, қанша төлейді, қанша ақша түседі сіздерге? Төлемесе төлемейтін шығар, мүмкін төлейтін шығар. Ала кетсеңіздерші, обал ғой. Ол жаяу баратын жер емес, ол автобуспен қайтып жүрген балалар күнделікті. Сол үшін остановкада автобус күтіп тұр. Сіз тоқтамайсыз, сізден кейінгі автобуста тоқтамайды. Ол бала ақша төлемейді деп. Қандай түсінік ол сіздердегі? Сіздің де балаларыңыз бар шығар, немерелеріңіз бар шығар. Біз анау ішінде отырған мамалар, аналар, әйелдер шулап кеттік. Барғанша жеп қойды енді ана кісіні. Артына да қыстырған жоқ, терезеден ашып темекісін шегіп отырды. Үлкен кісі енді. Қазір қыс айы ғой, олай жасамасаңыздаршы, автобус жүргізушілері өтініш сіздерге, ана ретінде мен сіздерден өтініп сұраймын. Олай жасамаңыздар, балаларға обал. Дала деген суық қазір, білесіздер ғой, қыстың күні дала деген суық, ана балаларға обал. Содан кейін ата-аналар оңайын толтырып беріңіздер, қалтасына тиын салып беріңіздер балаларға. Білесіздер ғой, кондукторлар жағасынан сүйреп шығарып тастайды автобустан. Обал ана балаларға, жүрегіміз ауырды шынымен. Біз қаншама әйел кісілер айқайлап жатырмыз ана кісіге, неге алмайсың деп. Жүрегің ауырады. Құртай балалар, 4-ші сыныптың балалары шығар сол. Тұрды сол жерде, қалды жаңбырдың астында. Не істей алады олар? Өтініш сіздерден, автобус жүргізушілер, олай жасамаңыздар. Біз мұсылманбыз. Жүректе мейірім деген болу керек. Олай жасасаңыздар болмайды. Сіздің де балаларыңыз бар ғой. Ала кетіңіздер, солар бір оңаймен 3 бала қанша ақша түседі сіздерге. Төлемесе жарайды, төлемейтін шығар. Аман есен үйлеріне жетсін, далада жаурап тұр. Жүрегің ауырады. Ана ретінде мені жүрегім ауырды сондай жағдайға. Сон айтам деп жүріп ұмытып кеттім. Барынша репост жасаңыздар. Таныстарыңыз бар ма автобус жүргізетін? Жіберіңіздер, көрсін. Олай жасамаңыздар, өтініш сіздерден. Қыстың күні ғой, ала кетсеңіздерші балаларды.